Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Бір не байқадың? Жарық не үшін қажет? Егер жарық болмаса, не болар еді? Жарық күнделікті өмірде өте қажет. Ол бізге айналаны көруге, жұмыс істеуге, оқуға көмектеседі. Көшелер жарық болса, адамдар мен көліктер қауіпсіз қозғалады. Үйдегі шамдар кешке жарық береді. Егер жарық болмаса, айналаны көре алмаймыз, оқу, жазу қиын болады, көшеде жүру қауіпті болады, өмір сүру қолайсыз болады. Екі балалардың киіміндегі, портфеліндегі жарық шағылыстырғыш не үшін қажет? Жарық шағылыстырғыштар қараңғыда адамда алыстан көріну үшін керек. Бұл жолда қауіпсіздікті сақтайды. Көлік жүргізушілері балаларды тез байқап, апаттың алдын алады. Өсімдіктер мен жануарларға жарық не үшін керек? Өсімдіктерге жарық өсу үшін қажет. Күн сәулесінің көмегімен олар қоректік заттар түзеді, өсіп гүлдейді. Жануарларға жарық айналаны көру, қорегін табу және тіршілік ету үшін керек. Төрт ортақ белгілері мен айырмашылығы. Ортақ белгілері. Екеуінде де жарық бар, жарық бөлмені жарықтандырады, адамға жұмыс істеуге көмектеседі. Айырмашылығы. Бірінші суретте табиғи жарық, күн сәулесі, екінші суретте жасанды жарық, шам, лампа. 5 зерттейік, өз бетінше жауап. Сыныпта партаға жарық терезе жақтан түседі. Көбінесе жарық сол жақтан түсу керек, егер оң қолмен жазсаң. Ал солақай болсаң, жарық оң жақтан түсуі тиіс. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.